Аман қалдық, шүкір. Иә, қалың Бұқараға Айсара атымен танылған танымал актриса Дариға Бадықова күйеуі екеуі жол апатына түсіп қалды. Оқиға Түркістан облысы Сарыағаш ауданында болған. Актриса жолдасымен тойға қонақ болып келген. Өзінің жазбасында той керемет өтіп жатты. Той біткен соң Шымкентке жолға шықтық. Жолдасым алдында ұйықтамай келе жатқан. Сарыағашқа келгенде жүргізушіміз қарсы бағытқа шығып кетті. Жан даусым шықты. Үлгермейсің, ішке кір дедім. Бірақ үлгерем деген ой болды ма, екі машина қарама-қарсы соғысты. Көліктің сау-тамтығы қалмаған. Есімізді жинағанда адамдар тез түсіңіз, түтін шығып жатыр деп жатты. Қазіргі уақытта актрисаның күйеуі ауыр жарақатпен ауруханада. Дәрігерлер ота жасау керектігін айтқан. Актрисаның өзі де денесінің әр жерінен ауыр жарақаттар алған. Қазақ киносына ерен еңбек етіп жатқан Дариға Бадықова мен жолдасы үшін дұғада болайық. Видео ұнаған болатын болса, лайк басып қолдап қойыңыз. Біздің арнаға жазылып, қоңыраушаны басып қоятын болсаңыз, келесіде жаңа видеоларды, қызықты деректерді бірден көретін боласыз.